Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Шоқан мен мүсінші бала. Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – Шокан и мальчик-скульптор. Жаңа сөздермен таныс болайық. Ознакомимся с новыми словами. Мүсінші, скульптор, танымал, известный, әлем, мир, вселенная. Тағы бір қайталап шығайық. Повторим еще раз. Мүсінші, скульптор, танымал, известный, әлем, мир или вселенная. Оқы, қайтала. Читай и повторяй. Мүсін. Мүсін жасау. Мүсінші. Танымал. Әлем. Ол әлемге танымал мүсінші. Жіктік жалғауларды қайталау. Повторим личное окончание. Мен мүсін жасаймын. Сен мүсін жасайсың. Сіз мүсін жасайсыз. Ол мүсін жасайды. Дұрыс айт және қайтала. Мүсінші. Әлем. Мүсінші. Әлем. Оқылым. Үшінші тапсырма мәтінді оқы. Третье задание. Прочитайте текст. Мына мүсіндерді кім жасады? Мен жасадым. Керемет, сен атақты мүсінші боласың. Оқуға барасың ба? Әкем де, шешем де жоқ. Қалай барамын? Қорықпа, мысық, мен саған көмектесемін. Шоқан мысықты Ресейге өзімен бірге алып кетті. Кейін мысық әлемге танымал мүсінші болды. Жазылым бөлімі. Төртінші тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жаз. Вместо многоточия ставим нужные слова. Нужные слова даны внизу. Керекті сөздер астында. Әлемге танымал мүсінші, мүсін, мысықпен, Ресейге деген сөздер бар. Мысалы, бірінші сөйлемде, например, в первом предложении. Шоқан ауылға келгенде кіммен танысты? Дұрыс, мысықпен танысты. Осылай ары қарай жалғастырасыңыздар. Айтылым бөлімі. Бесінші тапсырма. Оқылған мәтіннен түсінгеніңді жоспар бойынша айт. Пятое задание. По прочитанному тексту нужно будет составить план. По следующим вопросам. Бірінші сұрақ. Танысу. Екінші сұрақ. Мүсінші бала. Үшінші сұрақ. Дарынды балаға көмек. Төртіншісі. Мысықтың болашағы. Үйге тапсырма. Домашнее задание. Шоқан мен мысыққа мінездеме жаз. Напишите характеристику Шокану и мысық. Кел жаттайық. Давайте учиться. Қазақтың жарық жұлдызы, көгінде ғылым мәңгілік. Үлге теді ұл қызы, айтады атын ән қылып. Осы өлеңді де жаттап келіңдер. Нужно будет выучить это стихотворение. Есте сақта, запомни. Шоқан талантты балаларды жақсы көретін. Оларға көмектесетін. Шокану нравились талантливые дети. Шоқан мүсінші бала мысықпен танысады. Он знакомится с мальчиком-скульптором. Оны Ресейге оқуға әкетеді. Он его забирает учиться в Россию. Кейін мысық әлемге танымал мүсінші болады. После этого этот мальчик становится знаменитым на весь мир. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.